Жаңбырлатып суару. Бүгінгі видеода жаңбырлатып суару тәсілі туралы айтатын боламыз. Бұл тәсіл жаңбырға еліктеу тәсілі. Жаңбыр егер ол ақырын, бірақ үнемі жауып тұрса, өсімдіктердің тамырларына қатты жауғаннан гөрі жақсы сіңіруге мүмкіндік береді. Өйткені топырақ оны ішке сүзуге жеткілікті уақыттан тұрады. Сондықтан да жаңбырлатып суару өсіп келе жатқан өсімдіктерді аттас топырағында немесе тығыздау үрдісі бар өсімдіктерді суару үшін өте ұсынылған әдіс болып табылады. Және де бұны орнату үшін не қажет? Ең алдымен су көзі қажет. Құдық, өзен, көл, су қоймасы тағы басқа қоймалар болуға қажет. Одан кейінгі екінші керекті қуат, электр қуаты, электрлік, фотоэлектрлік, жанармай тағы басқа болуға қажет. Яғни электр қуатсыз бұл үрдіс жүзеге асырмайды. Мұндай аппараттарда двигательдер орнатылған, магниттік қосқыштар орнатылған болып табылады. Және де бұл электр қуат арқылы дөңгелектерін жүргізу арқылы барлық керекті жерлерге дейін қамтамасыз етіліп, су көзін жеткізеді. Одан кейінгі құбырлар, клапандар мен сүзгілер қажет. Бұл тәсілдің артықшылықтары мен кемшіліктері. Артықшылығы ауа райы құбылмалы болған кезде, құрғақшылық болған кездерде бұл өте қолайлы тәсіл болып табылады. Оны көлбеу жерлерде қолдануға болады. Ал кемшіліктері жылы айларда жапыраққа қалған су жоғары температурамен үйлесіп саңырауқұлақтар пайда болуы мүмкін. Және де 80%-дан асатын біркелкі коэффициентіне жету үшін жаңбырлатқыш арасындағы қашықтық жақсы анықтау керек болып табылады. Бүгін осы жаңбырлату әдісі туралы сөз қозғадық. Видео ұнаған болатын болса, лайк басып, тіркеліп кетулеріңізді сұраймыз.